Қорқыныштың түрлері өте көп. Көпшіліктің алдында сөйлеуден қорқу, жабық кеңістіктен қорқу, суға түсуге қорқу, иттен қорқу деген сияқты түрлері сан алуан болғанмен, бұлардың механизмінің бәрі бірдей. Сіз өміріңіздің белгілі бір кезеңінде, кішкентай кезіңізде болсын, бір қараңғыда қалып қорқып қалдыңыз. Содан ми оны сізге өміріңізге қауіп төніп тұр деген сияқты қабылдайды да, келесі бір қараңғыға тап болған кезде бірден сізге сигнал бере бастайды. Өйткені бізде ми қорғаушы болып саналады. Сізді содан сақтау үшін сізде үрей, қорқыныш пайда болады. Бұның бәрі проработка кезінде анықталып, одан арыла аласыз. Маған келген клиентте осындай ситуация болған. Ол ешқашанда қараңғыда ұйықтай алмаған. Өйткені кішкентай кезінде қараңғыдан қорқып қалған. Сол бір сеанстан кейін ол адамда өзінің қорқынышынан арылды. Сізде де осындай қорқыныштардың түрлері болатын болса, жекеме қорқыныш сөзін қалдырыңыз. Парақшам ұнаса достарыңызбен бөлісіңіз, ұнамаса просто так өтіп кетіңіз.